Күн мен күндей, тау мен таудай теңесе талап қылдым белдесуге мен неше. 51 жыл ғашық болдым Қорланға, 51 жыл өмір сүрді мендеше дейді. Естай айтады, Қорланды ойлап шықтым қанша заңғарға, Қорланды ойлап қиял қостым таңдарға, сірәмендей махаббаттан бақ тауып, сірәмендей мұңға батқан жан бар ма дейді. Дүниенің өзге бағым пәктігі менсінбеген менің мұңым тәтті мұң. Тәттімейне 18-ге ой салып 25-ті таңғалдырса қарттығым дейді. Әттең шіркін заман жылан жатып алдау жолында, бірақ бақытым да бағым да Қорлан берген алтын жүзік жарқырап 51 жыл сәуле шашты қолында дейді. Өр толқынға қарсы жүзген өр кеме мен болыппын, оғы қандай мәртебе. 51 жыл сол жүзікке әйелім қызғанышпен қарап келді өртене дейді. Десе дағы ер тағдыры елгесін, қарттарға ескерт қарсыласа көрмесін. Қорланымның көзі болған жүзікті өлгенде бір жерлесін. Сертпен сынға ұмыт жоқта өлкеде ғашық болып өлу қандай мәртебе. Тірлігіме шуақ берген бұл жүзік жарық беріп жатсын маған көрді дейді. Аңсатпаған арман шіркін арман ба, міне осылай қайсар ақын көз жұмды дейді. Ғашық адам сүйгені үшін бола алмайды жазалы. Масса ғашықтықтың жоқтығына назады. Ғашық жыры адамзаттың көкейкесті өлеңі, ешбір геометриямен өлшенбес оның көлемі. Құлай сүю келсе кімнің қолынан, бүкіл әлем, бүкіл ғалам оған сенеді. Ғашық болу ерлікпен тең себебі.